Ассаламалейкум достар, бүгін мен өзімді Гүлмираны еркелетіп отырмын. Кофе алдым, шоколадный кофе деген бар, ауыз ашқанға. И мынандай Ильясқа тағы кофе алдым, бірақ Ильястың аузы берік емес. Аузы серік, короче. Сөйтіп айтамын. Сондықтан Ильясқа ескертіп жатырмын. Айналайын Ильяс, мына кофені ауызашарға дейін, ауызашардың уақыты болмайынша ішпейсің. Өйткені мен саған ауызашар кезінде, ораза кезінде тамақ беруге болмайды саған деп жатырмын да. Өйткені менің ұстазым солай үйреткен. Ораза кезінде адамдардың бәрі ораза ұстау керек. Сондықтан адамдар тамақтандыруға болмайды деп. Тек қана үзірі бар адамдар, әлгі ораза ұстамауға не жолдағы адамдарды тамақтандырсаң болады, жолаушыларды, одан кейін жаңа ауру адамдар, үшін соларға ғана тамақ беруге болады. Мен бізді осылай үйретті. Сондықтан Ильяс, ауызашардың уақыты болады ғой, содан кейін барып ішесің мынаны, хорошо? Түсіндім. Давай, мә. Түсінсең осы. Баракаллах. Осы, әумин. Осыған не дейсіздер, келісесіздер ма? Комменттеріңізді күтемін.